Көбінесе таңғы асқа жейілетін жармалар әр түрлі пайдалы қасиеттерге ие, күнделікті өмірде қайсысын жиі тұтынған дұрыс. Бүгінгі видеомызда ең пайдалы топ 5 жармалардың тізімін сіздерге ұсынамыз. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Сұлы жармасының ботқасы. Бұл ботқаны жиі тұтыну арқылы асқазан ішек ауруларынан арылуға болады. Ол ағзаны энергиямен қамтамасыз ететіндіктен адам күні бойы сергек жүреді. Оның құрамында жасұнықтың 1/4 бөлігі болады, ал 1 стақан құрғақ геркулес сұлы жармасы бұл элементтің тәуліктік нормасын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар сұлыда ішектегі майдың сіңуіне көмектесетін фермент бар. Сұлыны қайнату кезінде пайда болатын шырыш өте пайдалы. Бұл сұйықтық асқазаннан барлық микробтар мен токсиндерді жуып шығарады. Ішек пен асқазанның шырышты қабатын бүркейді. Сұлыда көп мөлшерде ен дәруменнің биотині болады. Бұл холестерин, амин қышқылдары мен ақуыздың алмасуына белсенді қатысады. Ен дәрумені адамның көңіл күйін жақсартып, тері саулығын қамтамасыз етеді. Күріш ботқасы. Күріш ботқасы ас қорыту ауруларында, диареяда көмекке келеді. Құрамында көп мөлшерде көмірсулар мен жасұнықтың ең пайдалы заттары кездеседі. Күріштің құнарлы қасиеттері оның түріне байланысты әрқилы болады. Күрішке қарағанда қоңыр және буға піскен күріште микроэлементтер көбірек. Ақ күріште аса пайдалы ештеңе жоқ. Күріш ботқасы жүйке жүйесін қатайтады, нәрлі заттарды энергияға айналдырады. Жапон зерттеушілері күріштің денсаулыққа ғана емес, интеллектті де дамытатынын дәлелдеген. Қарамық ботқасы. Ел арасында қарамық ботқасын мини дәріхана дейді. Өйткені ол ағзаны уланудан құтқарып қана қоймай, ішек қарын ауруларын емдеуге көмектеседі. Ол ағзадан зиянды токсиндерді шығарады, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алады. Сонымен қатар бұл ғажайып жарма семіздік, қант диабеті кезінде зат алмасудың бұзылуын қалыпқа келтіруге көмектеседі. Ботқа әлеуетті көтереді, асқазан ішек жарасын емдеуге ықпал етеді, ұйқы безі ауруларында ұсынылады. Ұнтақ ботқасы. Бұл ботқа әсіресе балалар денсаулығы үшін қолайлы, ағзаны қалыпта сақтау үшін осы ботқаны тұтыну ұсынылады. Бірақ ол тек балаларға ғана емес, ересектер үшін де өте пайдалы. Ботқа сүйек пен ішек қарын жолдарына өте жақсы әсер етеді. Дәрумендер құрамында фосфоры бар фитин заттегі кездеседі. Бұл элемент кальций тұздарын байланыстырып, қанға сіңуінің алдын алады. Ұнтақ ботқасы асқазан мен ішектің шырышты қабығын қаптайды, спазмды тудырмайды және оңай қорытылады. Бұл ас қорыту бұзылыстарынан зардап шегетін көптеген адамдар үшін маңызды. Бидай және қара бидай қалдығы нан жасалған ботқа. Тартылған ұнның қалдығында дәннің шипалы күші болады. Қалдықтар ас қорытуды жақсартып қана қоймай, ағзадан зиянды ауыр металдардың, радионуклидтердің шығуына ықпал етеді. Олар ағзаға жақсы сіңіп, ішекті тазартады. Қалдықтар толық адамдарға өте пайдалы, олар асқазанда сініп тойып тұрғандай әсер береді.